тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Таза ыдысқа жылы суды құямыз, сүт құямыз. Сүт жылы болуы керек. Сүт немесе сумен ғана қамырды елесеңіздер болады. Қамырыңыз сумен кішкене сағыз сияқты созылып шығады, сүтпен қытырлақ болып шығады. Кішкене тұз салып, алдын ала електен өткізілген ұнды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырды столдың үстіне тағы да 5 минуттай ысқылап аламыз. Содан кейін 30 минутқа бетін жауып демалдырып қоямыз. Минуттан кейін тағы да бір рет ысқылап аламыз. Ұзыншалап қамырды илейміз. Бірнеше бөлікке бірдей етіп кесеміз. Дөңгелек етіп жаямыз. Видеода сіздердің көп уақыттарыңызды алып қоймас үшін алдын ала жайып алдым. Үстіне бөлме температурасына дейін еріген маргаринді немесе сары майды үлкен қасықпен 2 ас қасық құйып жағып шығамыз. Май міндетті түрде 82%-дан жоғары болуы керек. Ешқандай да спред немесе 60%-дан майлар болмайды. Самсақ қатпарлы дәмді болмай шығады, және сапасыз майдың дәмі жаман болып шығады. Үстіне екінші қамырды қойып, орналастырып шығамыз. Тағы да маймен жағып шығамыз. Үстіне тағы да үшінші қамырды қойып, орналастырып шығамыз. Тағы да маймен жағып шығамыз. Үстіне тағы үшінші қамырды қойып, тағы да орналастырып шығамыз. Сосын оның үстіне сары майды жағамыз. Астынан үстіне дейін рулет тәріздес етіп орап шығамыз. Орағанда іші тығыз болып тұратындай қамырды ортасына қарай тартып орасаңыздар, сонда қамырдың ішінде ауа кірмейтін болады. Қамырды 2 сағатқа мұздатқышқа салып қойсаңыздар болады, немесе бұл қамыр сіздерде мұздатқышта кем дегенде 2 ай көлемінде тұра береді. Міне қараңыздар, осылай жақсылап бірін-біріне тығыздап тұрып, жақсылап орап шығамыз. Себебі ішінде ауа кірсе, бізде қатпарлы қамырларымыз дұрыс піспей және де онша емес болып қалады. Бұл экспериментті мен негізі өзім көп іздедім, себебі менің қамырларым және самсаның қатпарлығы менде дұрыс шықпайтын, және де ара қашықтықтары піскен кезде де дұрыс піспей, кәдімгі булочканың қамыры сияқты болып қалатын, ешқандай да слоеный болмайтын менде. Ал енді оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасы әрине өз қалауларыңызша. Менің жағдайымда туралған ет пен пиязды қосып, қара бұрыш, тұз қосып араластырдым. Барлығын бірге араластырдым. Немесе ішіне картоп қоссаңыздар да болады, асқабақ қоссаңыздар да болады, және де орам жапырақты майдалап тұрап қоссаңыздар да болады. Әрине бұл өз қалауларыңызша. Дайын қамырды аламыз. Пышақпен кескенде қамыр езіліп кетеді, және ортасын былай қысқан кезде ішінде ауа тұрып қалады да, және оны былай қысқан кезде ішіне тағы да ауа кіреді, және бізді пісіру барысында біздің ойымыздағыдай шықпауы мүмкін. Сондықтан жіптің көмегімен видеодағыдай кессеңіздер, барлық жерлері тегіс болып шығады. Видеода анықтап қараңыздар, осылайша өзімізге керекті мөлшерде кесіп аламыз. Менде самса орташа мөлшерде болады. Әр кесілген қамырдың үстінен басып, столды кішкене ғана ұнмен себеміз, көп ұн себуге болмайды. Дөңгелек етіп орташа қалыңдықты жаямыз. Ішіне 1 қасықпен салмасын салып, 3 бұрышты етіп бүгеміз. Немесе ортасына қарай қамырды жинап, бүгіп, дөңгелек пішінде жасасаңыздар да болады. Осылайша болашақ самсалардың барлығын бүгіп шығамыз. Және де осы жерде пешті алдын ала 200 градусқа қыздырып қойсаңыздар да болады.
Жұмыртқаның сарысының үстіне бір ас қасық сүт құйып араластырамыз. Самсаның бетіне жағып шығамыз. Сүттің көмегі беті күйіп шықпайды, барлық жерлері бір келкі түсте қызаратын болады. Менде осы рецепт бойынша 25 дана шықты. Ингредиенттердің грамм мөлшерін описание бөлімінде жазып қоятын боламын. Духовка пеште беті қызарып піскенше 30-40 минут пісіреміз. Әр пеште әртүрлі болғандықтан өз пештеріңізге қарайсыздар, шамамен 40 минут уақыттарыңыз кетеді. Самса дайын болды. Бұл жерде ең басты фишка ол қамырда. Сондықтан жаңағы қамырды мен көрсеткен техникалармен істесеңіздер, сіздерде де күшті болып шығады. Менікінен де күшті дәмді етіп пісіресіздер деген сенімдемін. Мен сіздерге сенемін, және де ең бастысы махаббатпен дайындаңыздар, сонда сіздерде барлығы болады.